Assalamu alaikum wa rahmatulloh. Hurmatli Qozoq bavurlar. Осы бейнені көргеннен кейін сіздерге сұрақ қойгым келді. Біздің бәріміз Нұр Мұхаммед пайғамбардың нұрынан жаралғанбыз деп айтасыз, иә? Иә. Сонда Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға дейінгі пайғамбарлар да сол Мұхаммедтің нұрынан жаралған ба? Иә. Адам атаның өзі Нұр Мұхаммедтің нұрынан жаралған ба? Жаралған, Нұр Мұхаммедтің жаралған. Адам Алланың нұрынан, пайғамбарымыздың нұрынан жаратылған деп айтып жатыр да. Енді бұл жерде мынандай нәрсе керек. Негізі нұр деген нәрсе бұл жаралған. Бұл оның цветі бар, оның несі бар. Алланың нұры деген кезде адамдардың ойына бір Алладан шығып тұрған бір нұр не болса Алла нұрдан жаралған деген түсінік болуы мүмкін. Бұл өте қате. Негізі Алла Тағала бұл жер бетіндегі ешбір нәрсеге ұқсамайды. Кімде-кім Алланы бір жер бетіндегі бір нәрсеге ұқсататын болатын болса, ол Алла Тағала жаралған болып қалады. Өйткені қандай да бір нәрсе көретін болсақ, жер бетінде ол жаралған. Соның бір қандай да бір сипатын алып Аллаға бекітетін болсақ, Алла да жаралған болып қалады да. Бұл нұр дегеніміз сары цветі бар, несі бар, сөйтіп түсінбеу керек. Мен халыққа айтқым келеді. Жалпы Алланың нұры деген кезде келеді мәтіндерде, бірақ Алланың нұры дегеніміз Алланың оған әсер етуі мағынасы тұрады да, Алланың жаратуы идеясы тұрады. Бұл жерде бірақ мен айтқым келіп жатқаны мына адам Алланың және пайғамбардың нұрынан жаралды дейді да. Бұл қаншалықты рас ақидада? Бұл ақидада біріншіден келмеген, бұл матурidi ақидасында ондай нәрсе жоқ. Бұл не адамның негізгі нәрсесі, бұл рухы, рухани санасы деп айтқысы келіп тұр да, ал оның келбеті мына қалпы дейді, денесі, бұл адам емес сияқты болып тұр да, құр тасушы адам, ол рух деген сияқты. Бұл негізі кейін өз кезінде реинкарнация деген идеяға алып келеді да, ол дене құр нәрсе болып қалатын болса, онда рух көшіп жүре береді деген сияқты. Бұл адам шатастырады. Негізі біздің ғалымдарымыз айтуы бойынша бұл дене және оның ішіндегі жаны, рухты екеуі адамдық мәнді құрайды да. Оны денесі сен адам дей алмайсың негізі. Сондықтан да Абу Барак ат-Насафи өзінің Атимат фил Атиқат еңбегінің ішінде деді: "Ва хуа хилафу қаули джумхур мутакаллимин" дейді. Бұл жаңағы айтып жатқан сөз негізі дұрыс емес сөз дейді. Негізі дұрыс сөз келетін болсақ дейді, Сахибу шарх ат-Тауилат имам Матуридидің сөзі өйстіп айтады: "Иннаху ибаратун анил хайкалил муайянил махсуси" дейді. Бұл адам дегеніміз бұл оның сыртқы келбеті, көрінетін және сезілетін келбетінен тұрады дейді. Уаядулу алейхи зохирун нас, және осыған Құранда келген аяттардың мағынасы нұсқат дейді. Керісінше деді, адам деген кезде оның келбеті адамда, оның ішкі жан рухани емес, адам емес та ол. Былай ортақ сөзге келген кезде адам деген оның ішкі жан рухы және оның сыртқы келбеті екеуі адам мағынасын құрайды. Ал оның адамдығы ол оның жаны, сыртқы келбеті ол тек қана әшейін бір форма деген сияқты нәрсені айтатын болсам, бұл да мына муътазилиттердің ұстанған ойларынан болып есептеледі. Бұл қате. Бұл кісіде жалпы негізі муътазилиттік ой көп бар екен. Тарихқа көз жүгіртсек, қазақ ата-бабаларымыз 1400 жыл бойы ұрпақтан ұрпаққа айтып келе жатқан мақал сөздері бар. Мысалы, 18.000 әлемден әуел бұрын жаратты Алла пайғамбардың нұрын. Әуелі мә халақаллаху нури деген хадис болды дәлел мұның. Ғаршы күрсі, ләухіл мәфуз, жер аспан жаралды осы нұрдан бәрі тамам. Әуеліде нұр Мұхаммед ла илаха иллаллах. Ақырыда нұр Мұхаммед ла илаха иллаллах. Захырыда нұр Мұхаммед ла илаха иллаллах. Батыныда нұр Мұхаммед ла илаха иллаллах. Енді сізге сұрақ. Сонда біздің қазақ ата-бабаларымыз адасқан муътазилиттер ме еді? Айтыңызшы, молданың сөзі дұрыс па? Әлде қазақ ата-бабаларымыз сөзі дұрыс па? Егер молданың сөзі дұрыс болса, молда деп, қазақ ата-бабаларымыз сөзі дұрыс болса, қазақ деп комментарийге жазып қойыңыз.